Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге попкорн жасап үйретемін. Үй жағдайында попкорнды тез әрі оңай жасауға болады. Бізге ең алдымен жүгері керек. 100 граммдай жүгері. Одан кейін шекер 20 грамм. Және сұйық май. Сұйық май 1 ас қасық көлемінде. Ең бірінші табамызды газге қойып, табамыз қызғаннан кейін майымызды құямыз. Оның үстіне шекерімізді салып, шамалы араластырып аламыз. Одан кейін үстіне кукурузымызды, яғни жүгерімізді саламыз. Жүгерімізді салып, оны шекермен жақсылап араластырамыз. Яғни шекерімізді кукурузымызбен бірге жақсы ерітіп араластыруымыз керек. Табамыздың, яғни отымыздың газды өте қатты қоямыз. Және міндетті түрде қозғалыста болып тұру керек. Кукурузымызды міндетті түрде қозғап тұрамыз. Асты жабысып қалмас үшін. Міне осылай 1-2 атылып бастағаннан кейін сковородкамыздың қақпағын жабамыз. Одан кейін осылай атылып, барлығы әдемі болып піседі. Арасында міндетті түрде қозғап тұруды ұмытпаймыз, өйткені асты жабысып қалады тәтті болғандықтан.